15 наурыз жаңару немесе жайлау күні. Айнала табиғатпен біте қайнасып, өмір сүру көшпелі қазақ дүниетанымының бір бөлігін құраған. Сол себепті ұлық мерекеде жаратылысты аялау мақсатында табиғат аясына серуен құрып, тал егіп, көшет отырғызған. Бұл өскелең ұрпақтың экологиялық зияткерлік санасын дамытуға септігін тигізеді және денсаулығын жақсартады. Балалар, сонымен қатар бейбітшілігіміз бен татулығымыздың негізін қалаған жаңа тарихымыздағы бірнеше айтулы оқиғалардың бірі 1991 жылы Семей полигонының жабылуы. Қайран елім, қайран жерім қор болған, жомарттығы өз басына сор болған, жарылыстан көз ашпаған даламай. Міне балалар, осы өлеңнен сендер біздің бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбын байқап отырсыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі тақырыбымыз қандай болмақ? Семей полигоны. 1949 жылы 29 тамызда тұп-тура таңғы сағат 7-де көз ілеспес жылдамдықпен ұлғайып бара жатқан отты доп кенеттен жер денесіне қадалып, оны шарпып өтіп аспанға көтерілген. Отты шардан соң сұрапыл қуат пен көз қарастырар сәуле бас айналдырып жібергендей бір сәтте жер қабығының ыстық күлімен иісі көкке көтерілген. Жер лыпасының өрттен иісі қалқа тар түтіннің ашы иісін қолдан жасалған жел әп сәтте жан-жаққа таратты. КСРО заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өтті. Ол үшін арнайы 18 миллионға жер бөлініп, Семей ядролық полигоны ашылды. Семей ядролық полигонының осынау тәжірибелік алаңдарында 456 ядролық жарылыс жасалды. Осынау сынақтар атом қаруының қиратқыш қаруын айтарлықтай арттыруға ғана емес, оның жаңа түрлерін жасауға да мүмкіндік берді. Семей полигонында әуеде және жер бетінде сынақтан өткізілген ядролық зарядтарды жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 есе көп болды. Қолдарының қайды кеткен қорығы, қыздарының қайды кеткен борымы, мейірімге зарықтырған заман-ай, туған жердің
адамға ықпалының механизмі қазіргі кезде едәуір жақсы парықталған. Бұл орайда ең қауіптісі иондалатын радиацияның ықпалы гендік кодты даусыз өзгерістерге соқтыруға мүмкін екендігі. Семей және Павлодар облыстарының радиациялық сәулеленудің ықпалына ұшыраған басқа аумақтардың тұрғындарының арасында сырқат санының ұдайы өсіп келе жатқаны байқалады. Бұлар өкпе мен сүт бездерінің рагы, лимфогемобластоз және басқа да қатерлі ісікті патологиялары. Жалпы алғанда, рак ісігі сынақтар басталғаннан бері 3 есе өсті. Семей полигонына жақын нақ сол аудандарда жетілуіндегі әртүрлі ауытқулар, тәндік және естік кемшіліктер әрқилы сәбилер дүниеге ерекше көп келеді. Мамандардың айтуынша, соның бәрі нақ қысқа мерзімді және қалдықты радиацияның кесірінен болатын генетикалық мутациямен байланысты. Бұл аймақтағы аурулардың есеп-қисабы 1990 жылға дейін мұқият жасырылып келді. Семейдегі ядролық сынақтың салдарынан соңғы жылдары әр 100 мың адамға шаққанда жүйке психологиялық ауруға шалдыққан адамның саны 960-тан 1624-ге, ақыл ойы кем адамдар 3105-тен 4612-ге, невроз және жүйке тамыр дерті бар адамдар 3692-ге көбейген. Ал сары ауру, іш ауруы, туберкулез сияқты ауру түрлері халықты әбден меңдеп, арасында көпшілігі нағыз тұқым қуалайтын дауасыз рак, паралич, анемия, жазылмайтын тері ауруларының алуан түрлеріне душар болып отыр. Сынақ зардаптары дәрі мен дәрігерлерді дәрменсіз етіп, адамзат баласында кездеспеген ауру сырқаулардың жаңа түрлерін туындата бастаған. Семей өңіріндегі полигонға жақын бұрынғы 5 аудан халқының денсаулық жағдайын сараласақ, жүйке ауруларына шалдыққандар, ақыл ойы кемтарлар көптеп кездеседі. Әсіресе 2 әйелдің бірінде тамақ бездерінің ауруы, асқынып қабынуы байқалады. 1989 жылдың 6 тамызында Семей облысының Қарауыл ауылында ядролық қаруды сынауға мораторий жариялау жөніндегі ұсынысты КСРО және ақш президенттері үндеу қабылдады. Мы собирались сегодня в 4 часа здесь провести собрание. Книга любителей. А потом увидели, что книга можете подождать, и пригласили сюда людей, которые любят жизнь, которые готовы бороться за свою жизнь на своей земле. И последней каплей для нас стало последнее атомное испытание в полигоне под Семипалатинск. Вырвался газ, радиоактивный газ. Хотя специалисты говорят, что это благородный газ, но в это очень трудно поверить, тем более, что если бы газ повернул в другую сторону, то он бы подул в сторону Абаевского района. Но он неожиданно подул в сторону военного городка. И стало известно, что газ все-таки неблагородный. И это облако заставило зашкаливать все счетчики ветра. Мы, писатели, каждый день получаем письма из тех районов, которые расположены вблизи от полигона. И мы встретили такие факты, потрясающие нас. Вымирание целых семей. И об этом мы тоже должны молчать. Бүгінде біздің Қазақстан бүкіл әлемге үлгі көрсетіп, батыл шешім қабылдай алған елдерге айналды. 1991 жылы 29 тамызда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Семей полигоны жабылды. Ұлы даламызға азапты қасірет әкелген оқиға еш уақытта қайталанбауы тиіс.